Сәлем достар, сіздермен бірге Диорд. Бұл видеоны көрмес бұрын арнаға жазылып, колокольчикті басып кетеміз. Ендеше көп созбай видеомызға кеттік. Бұның бәрі бұл видео не жайлы болмақ? Менің аккаунттан айырылып қалғаным жайлы. Мен өкінішке орай өзім аккаунтымнан айырылып қалдым. Ол адам просто тупо білмеймін қай адам екенін, бірақ тупо кірді де мен аккаунтыма, тупо настройканы таба салды, паролін. Ол өтірік жаза салған бір адам, сосын таба салды паролін. Сосын кірдігенде сразу бәрін ауыстырып тастаған, по идее, менің ойымша. Кірсем, аккаунт таңда тұрып 8-де кірсем, кірілмейді, настроение болып тұрған жоқ. Енді мен не істеймін? Басқа серверға өтемін, бірақ қай екенін қазірше білмеймін. Бірақ мен новый серверға өтем ба деген ойым бар. Так что, достар, керек емес менің артымнан еріп, так что өздерін ойнай беріңдер. Если новый сервердің атын білмей тұрмын, қандай болатын, если шықса, соған бәріміз өтейік негізінде, достар. Өйткені сояқты дамаймыз. Мен бірақ семьяны ашпайтын болам ол серверді. Өйткені мен аккаунт айырылып қалдым, бәрінен жалпы семьям болды. Семьяма сипаттап кетем біраздан кейін. Бірақ бәріме семья болды. Өйткені ол жерде 1 миллионға конт ашылған болатын. Бәрі ашуға ниетін. Сквад 3-ші уровень болатын. Ішінде 30 қазақ болатын. Қазақ балдармен общение істеп, ақшалай көмектесіп жүрген болатынбыз. Ал бір адам келді де мен аккаунтымды алып, енді семья не болып жатыр білмеймін. Енді есімі ол семьяның қазақ фэмили болатын. Енді кішкене жалқы болып қалды сол аккаунт. 13-ші уровень болды. Енді өте күшті рейтингтер жасап жүрдім ТК-да. Енді білмеймін не болатынын әрі қарай. Ал дәл қазір мен новый серверға өтемін. Ол шыққан кезде, ал қазірше өзім айста новый аккаунт бастадым, сода түсіретін боламын. Әзірше бұл тек қана. Ал кейін барып сол новый серверға өтіп кететін болам. Ол жерде не істейміз? Путь бомжа түсіреміз біріншіден. Сосын не словить еттік, соны көретін боламыз. Біріншіден сим-карта словить ететін шығармыз. Может, үй словить етеміз. Бұның бәрі әзірше белгісіз, бірақ енді скоро өтетін боламыз, достар. Және де мен достарым болатын семьядағы аттарын айтып кетсем, Айбат, Айбар, Нур, Мұхаммед, Ерасыл деген сияқты, және одан көп болды, бірақ мен Қанат деген балалар болды. Тағы бір бала болған, есімнен шығып тұр, есімі неге ойындағы. Енді сол достар. Енді новый серверға өтем мен. Если барларың кезде мен жүріңдер, семьяға кіріп дамайтын боламыз. Және де YouTube каналымызда соңғы видеом 26 просмотр жинапты. Бұған өте рахмет. 26 мен новый ютубер болған соң, бұның өзі маған көп. Жарайды, достар. Бұл не суть? Және де біз бүгін сол ұрланған аккаунт жайлы сөйлесетін боламыз. Превьюдан көргенше қашсыңдар, сол аккаунт ұрланғанын содан кірсеңдер, енді бұл видео шын кликбейт емес. Мынау видео бұрында түсірілген видео. Жай бүйтіп ТК-да жүрген видеомды түсіріп алғандығым. Если пруф көрсет десеңдер, келесі видеода мен пруф бәрін шығаратын боламын. Енді сквадты көрсетейін мен сендерге. Сквадта не болды? Мен мына жерде сквадта өзім не істеген тұғымын, өзім сипаттап, өзім көрсетіп, сол естелік болу үшін ал енді көреміз. 32 людей болды. Репутация бұл жерде конт енді ашылған кез. Ішінде 500 мың болатын, және патрон болды ішінде өте көп. Және маска, бензин бәрін салған болатын. Сосын сквадтынан 500 мың алған кезім мына кез. Достар, осы кездерді қайтар салғы мен енді тіркеп алатын боламын, достар, барлық аккаунтымды өзіме тіркеп алатын боламын. Так что, уайымдамаңдар, келесі аккаунттарымды жоғалтпаймын деген ойдамын. Так что, достар, енді сол жалқы болып қалды кішкене, достар. Соны айтайын деп бұл видеоны шығарттым. Мен новый аккаунт бастайтын боламын. Сол пруф сол кезде көресіңдер, новый аккаунт бастаған кезде. Ал мына аккаунт уже жоқ десем де болады. Ол басқа адамда. Сіздермен болған, бұл мен Диорд, амандықта жүздескенше новый видеолар күтіңіздер. Енді бұл мен шектемейміз біз. Короче, давайте, достар, сау болыңыздар.